Сәлеметсіздер ме? Ақтау қаласындағы химия биология бағытындағы Назарбаев мектебінің оқушылары. Мен ағаш өнері үйірмесінің жетекшісі Мұратов Аманғали Маратұлы. Бұл видеода мен бүгін ПВХ материалынан қобдиша жасауды үйретемін. Яғни осындай қобдиша. Сыртына ою салуды үйретемін. Яғни ол үшін жұмыс бастамас бұрын біз алжапқышты тағып аламыз, үстімізді бүлдірмеу мақсатында. Ол үшін бізге керек материалдар. Бірінші, ПВХ, яғни ПВХ 8 мм қалыңдықта болу керек. Және де сызғыш, циркуль, қарындаш және кеңсе пышағы, канцелярский нож. Жұмыс бастамас бұрын біз керек өлшемді аламыз. Яғни бізге керек өлшем алған кезде тақ санды аламыз. Мысалы 11, 13, яғни біз 13 см алайық мысалға. Шетінен бастап 13 см өлшейміз. 13 см өлшеп, керегінше 2 точка белгілеп, осылай сызып аламыз. Керек размер алып аламыз. Яғни мынандай 13 болса мына жерде 13 болады. Осы алғасын біз техника безопасности, яғни қауіпсіздік жүйесін ескере отырып, пышақты абайлап ұстаймыз. Мұқият ұстап, осы ПВХ-ны бірнеше рет кесеміз. Яғни кескен соң сындыру болмайды. Сондықтан кескен жерді 2-3 рет кесеміз. Яғни міне бізде бір қабырғасы дайын. Яғни осындай бір қабырғасы. 4 қабырғасын дайындап аламыз. Екіншісі дайын. Дәл осылай төртеу жасаймыз. Төртеу жасағасын, яғни осы 13-ің ішіне мына жерден 0,5 см-дан шеттерінен алып тастаймыз. Яғни біздің сызған, кесіп алған 4 пішін ішінде рамка болады. Яғни мына 13 болса, мына жерде 0,5-0,5-тен алып тастағанда 13-тен біраз айтқанда 12 болады. Яғни мына жер мен мына жер бізде 12. Оның ортасын табу үшін, центрін табу үшін біз 2 диагональ жүргіземіз. Осындай диагональ жүргіземіз. Диагональ жүргізгесін циркульдің көмегімен инесін центрге қоямыз. Қарындашын мына шетке рамкасына қоямыз. Судан рамкасына қойып дөңгелек сызамыз. Осындай дөңгелек пайда болады. Пайда болған дөңгелек рамканың қақ ортасы, яғни 12-ның ортасы 6 болады. 6-дан центрға жүргіземіз. Центр арқылы кесіп өтеді. Екінші шетінде дәл осылай. Осындай сызық пайда болады. Біз қақ орталарын белгілейміз. Қақ орталарын белгілеп, 4 жағын белгілесе, қалған 4 жағы өзі шығады.
яғни осындай шеңбер бөлікке бөлінеді. Ол үшін біз мына шеңбердің әрбір бөлігін кесе аламыз пышақпен. Пышақ ол үшін өткір болу керек. Егер өткір болмаса, мына жерінде сызықтар бар, соны сындырып аламыз. Ал жұмысқа кірісеміз. Сосын 45 градуста майыстырамыз пышақты. Осылай әрбірін бір бөлек кесе аламыз. Bir kesеміз, екі kesеміз. Яғни өзі алыну керек. Күштеп алмаңдар. Күштеп алсаңдар, ол шамалы шығады. Осындай бөліктен, әрбір бөліктерін осы алып шығамыз. Яғни осылай ең соңғысын алып болған соң, мына шеткісін бояй аламыз. Yani дәл осылай карандаштың контурымен әрбірін осылай контурмен кесеміз, қиғаш кесеміз. Осы алынады өзі. Дәл осылай қалған 3 жерін істейміз, яғни 4 жері дәл осылай алынады. Сөйтіп, дәл осылай алып болғасын төрт қабырғасында әрбір осылай болып шығады. Төрт қабырғасында дәл осылай оймен жасаймыз. Осылай кесіп болғасын мына жердің төрт қабырғасы осылай ұсталады, яғни мына жерін 45 градуспен кесеміз. Екі жерін кесеміз. Параллельно. Мына жағын кесеміз. Ол бізге екі қабырғасын бұрышын 90 градус қылып жасау үшін. Яғни 45 градус қосылған 45 градус, ол 90 градус болады. Соны ескеріп 45 градус кесеміз. Осылай шығады. Дәл осылай төрт қабырғасын жасап аламыз. Мен қазір жасап қойдым. Осылай жақындатамыз да, жақындатып ұстап тұрып, ПВХ клейді, ПВХ клеймен клейлейміз. Ұстап тұрып, тек өте абай болыңыздар. Төрт қабырғасын клейлейміз. Оны желінеп болғасын астын сызып аламыз. Яғни табанын біз сызып аламыз. Кесіп алғаныз. Кесіп алғаныз жаңағы сызық, мына сызықпен сәйкес келеді.
соның ішіне сыйып тұрады. Табаны барлығы тегіс болу керек, яғни үстелдің үстіне қойған кезде қобдиша бізде тегіс жату керек. Тегіс болғасын. Өзінің бұрыштарына, тақалып тұрған бұрыштарына қиымен ұстатамыз. Клейді тақатқасын, осылай ұстап тұрамыз кішкене. Клей өзі жабыстырып алады. Енді дәл осындай методпен ең қақпағын жасаймыз. Қақпағын жасағанда мен сіздерге кесіп қойдым. Оны қақпағын кішкене сәл үлкен қылып жасайсыздар. Мысалы 13 болса, мынау сіз 13-те 5 қылып жасайсыз. Сол кезде қақпақ ол сәл үлкейіп тұрады. Қақпақ осылай тұрған кезде біз қақпақтың ішіне мындай құтайғанай кесінділерді аламыз. Оны шеттеріне бастырамыз. Және де біз қақпақтың ең жоғарына өзімізге ыңғайлы болсын деп ашатын, ұстайтын, қақпағын ұстайтын төрт пішті жасып қойып, ашуға, ұстауға ыңғайлы болу үшін. Яғни ол ұстау қылады. Көрініп тұрады. Сонымен біздің қобдиша дайын деуге болады. Біздің қобдиша осылай жасалады. Оған сіздің егер ниетпен отырсаңдар 3-4 сағаттарын кетеді. Осыны қобдишаны сіздер жасап, өздерін үйден жасап, аналарына, әжелеріне, қарындастарына, сіңлілеріне, қыз балалар жасайтын болса, сыйлауға болады. Ішіне өздерінің бұйымдарын, керек жарақтарын салып қойса болады. Яғни осыны қобдишаны ақ түсті қылдып қалдыруға болады, немесе мынандай акрил бояумен бояуға болады. Акрил бояуы иісі шықпайды. Үйдің ішінде бояуға болады. Тоқалаймен немесе губкамен бояуға болады. Нағыз сыртқа бар бояйын дейсіңдер, мынандай аэрозольмен бояумен бояуға болады. Ол үшін сіз сыртқа, яғни үйдің ішінде емес, ашық алаңда бояу керексіздер. Және ол өзі 6 сағат кейбеді. Іске сәт осындай қобдиша жасап, қол икемдерінде жақсартып, үйден жұмыстансаңдар болады. Менің шеберлік сабағым бітті. Сау сәлеметті болыңдар.